Буын ауруы бүкіл әлемде миллиондаған адамдарға әсер ететін кең таралған ауру. Бұл ауру біздің қозғалысымызға, жайлылығымызға және жалпы әл-ауқатымызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ол ауырсыну, шаншу немесе қозғалысымызды шектейтін тұрақты құрысулар түрінде көрінуі мүмкін. Буын ауруының пайда болуына жас, жарақат және басқа да медициналық жағдайлар сияқты түрлі факторлар ықпал етуі мүмкін болса да, оның себептерін түсіну және табиғи емдеу әдістерін зерттеу бізге ауырсынуды басып, буын денсаулығымызды жақсартуға мүмкіндік береді. Біздің сүйектеріміздің күрделі байланыстары болып табылатын буындарымыз қозғалыс пен икемділік үшін өте маңызды. Олар шеміршектерден, сіңірлерден, байламдардан және синовиальды сұйықтықтан тұрады. Олардың барлығы бірлесіп жұмыс істеп, тегіс және ауыртпалықсыз қозғалысты қамтамасыз етеді. Дегенмен, тозу, қабыну және аутоиммундық реакциялар сияқты факторлар бұл нәзік тепе-теңдікті бұзып, ауырсынуға, құрысуларға және қозғалыс шектеулігіне әкелуі мүмкін. Дәстүрлі медицина буын ауруларын емдеудің ауырсынуды басатын дәрілер, қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер және ауыр жағдайларда буынды алмастыру операциясы сияқты әртүрлі әдістерін ұсынса да, көптеген адамдар қосымша немесе балама әдіс ретінде табиғи емдеу әдістеріне барған сайын жиі жүгінеді. Көбінесе ежелгі емдеу дәстүрлеріне негізделген бұл әдістер дененің табиғи емделу қабілетін пайдалануға және буын ауруының негізгі себептерін жоюға бағытталған. Бұл эсседе біз буын ауруларын емдеудің табиғи әдістерінің әлеміне үңіліп, уақыт өте келе сыналған әдістерді, шөптерді және өмір салтын өзгертуді зерттейміз. Олар ауырсынуды жеңілдетуге, буын денсаулығын жақсартуға және жалпы әл-ауқатымызды арттыруға көмектеседі. Жылы компресстерден бастап, куркуманың күшті қабынуға қарсы қасиеттеріне дейін, біз буын ауруларын емдеу және оңтайлы буын денсаулығын сақтау үшін ғасырлар бойы қолданылып келген әртүрлі табиғи әдістерді қарастырамыз. Бұл әдістерді түсініп, оларды күнделікті өмірімізге енгізу арқылы біз жайлыққа, қозғалысқа және белсенділікке, буын ауруларын емдеудің табиғи әдістері кешенді көзқарасты қамтиды. Тек симптомдарды ғана емес, сонымен қатар жайсыздықтың негізгі себептерін де шешеді. Көбінесе ауырсынуды басқаруға бағытталған дәстүрлі емдеу әдістерінен айырмашылығы, табиғи емдеу әдістері дененің ішіндегі тепе-теңдікті қалпына келтіруге, емдеуді және буын денсаулығын ұзақ мерзімді сақтауға ұмтылады. Табиғи емдеудің негізгі қағидаларының бірі біздің физикалық, эмоционалды және психикалық әл-ауқатымыздың өзара байланысын мойындау. Көбінесе стресс, мазасыздық және дұрыс емес өмір салты салдарынан күшейетін буын ауруларын физикалық емдеу әдістерімен қатар осы факторларды шешу арқылы жеңілдетуге болады. Дүние жүзіндегі дәстүрлі емдеу жүйелерінің негізі болып табылатын шөп медицинасы буын ауруларын табиғи жолмен басқаруда маңызды рөл атқарады. Биологиялық белсенді қосылыстарға бай өсімдіктер қабынуды азайтудан бастап, шеміршекті қорғауға және тіндерді қалпына келтіруге дейінгі емдік пайда әкелетін қазына қоймасын ұсынады. Куркума, зимбір, алоэ вера және босвелия буындарды қолдайтын қасиеттерімен танымал шөптердің бірнеше мысалы ғана. Олардың қабынуға қарсы ауырсынуды басатын және антиоксиданттық әсерлері оларды ауырсынуды басқару, құрысуларды азайту және буын функциясын жақсарту үшін құнды құрал етеді. Шөптен жасалған дәрі-дәрмектерден басқа, буын ауруларын емдеудің табиғи әдістеріне көбінесе салауатты өмір салтын өзгерту кіреді. Мысалы, үнемі жаттығулар жасау, теңдестірілген тамақтану, стрессті басқару әдістері және жеткілікті ұйқы. Жалпы денсаулық пен әл-ауқат үшін маңызды бұл тәжірибелер буын денсаулығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қабынуды азайтады. Бұлшық. Табиғаттың дәріханасы бізге буындарды қолдайтын қасиеттері үшін ғасырлар бойы бағаланған көптеген шөптерді ұсынады. Биологиялық белсенді қосылыстарға бай бұл өсімдіктер буын ауруларын басқаруға, қабынуды азайтуға және буын денсаулығын жақсартуға табиғи және кешенді көзқарас ұсынады. Үнді асханасында кеңінен қолданылатын жарқын сары түсті дәмдеуіш куркума қабынуға қарсы қасиеттердің қайнар көзі. Оның белсенді қосылысы куркумин, әсіресе остеоартритпен ауыратын адамдарда буын ауруы мен құрысуларды тиімді түрде азайтатыны дәлелденген.
Дәрілік қасиеттері бар тағы бір тағамдық өнім зимбір, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын күшті әсерімен танымал. Оның белсенді қосылыстары, гингеролдар мен шогаалдар организмдегі қабыну химиялық заттарының өндірілуін бұғаттау арқылы ауырсыну мен қабынуды азайтуға көмектеседі. Тыныштандыратын қасиеттерімен танымал суккулентті өсімдік алоэ вера тері ауруларын емдеу үшін танымал құрал болып табылады. Сонымен қатар буын ауруларын жеңілдетеді. Оның гелінде зақымдалған буындардағы ауырсыну мен исінуді азайта алатын қабынуға қарсы қосылыстар бар. Үнді ладаны деп те аталатын Boswellia serrata ағашынан алынатын шайыр. Және ол дәстүрлі аюрведиялық медицинада қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттері үшін ғасырлар бойы қолданылып келеді. Оның белсенді қосылыстары, Boswellia қышқылдары, остеоартритпен ауыратын адамдарда буын ауруларын азайтатыны және қозғалысты жақсартатыны дәлелденген. Бұл шөптерді күнделікті рационға дәмдеуіштер немесе қоспалар ретінде қосудан бастап, кремдер немесе гельдер түрінде жергілікті қолдануға дейін әртүрлі тәсілдермен енгізуге болады. Дегенмен, кез келген жаңа шөптен жасалған дәрі-дәрмекті қолдану алдында, әсіресе егер сізде бұрыннан бар медициналық жағдайлар болса, немесе дәрі қабылдасаңыз, медициналық қызметкермен кеңесу өте маңызды. 4-ші бөлім. Жылы компресс терапиясы, ауыратын буындарды тыныштандыру. Жылы компресс терапиясы бұлшықеттерді босаңсыту, қан айналымын арттыру және құрысуларды азайту арқылы ауыратын буындарды тыныштандыратын қарапайым, бірақ тиімді табиғи құрал. Зақымдалған аймақтарға жұмсақ жылуды қолдану қан тамырларын кеңейтуге көмектеседі, қан айналымын жақсартады және буындарға қажетті корректік заттар мен оттегін жеткізеді. Қан ағымының жоғарылауы қабыну мен ауырсынуды тудыруы мүмкін, метаболикалық қалдықтарды шығаруға көмектеседі. Жылу сонымен қатар буындарды қоршап тұрған бұлшықеттерді босаңсытады, құрысуларды азайтады және қозғалыс диапазонын жақсартады. Жылы компрессті қолдану үшін таза сүлгіні жылы суға батырыңыз, артық суын сығып алыңыз және зақымдалған буынға 15-20 минутқа қойыңыз. Мұны күніне бірнеше рет, әсіресе буын ауруы күшейген кезде қайталаңыз. Тағы бір тиімді әдіс жылы ванна немесе душ қабылдау. Бұл жалпы релаксация және ауырсынуды жеңілдетуді қамтамасыз етеді. Ваннаға ағылшын тұзын қосу, оның терапевтік пайдасын одан әрі арттыра алады. Магнийге бай ағылшын тұзы бұлшықет кернеуін, қабынуды және ауырсынуды азайту қабілетімен танымал. Жылы компресс терапиясы көпшілік адамдар үшін қауіпсіз және қолжетімді табиғи құрал. Дегенмен, шамадан тыс жылуды қолданудан аулақ болу керек. Өйткені ол теріні күйдіріп жіберуі мүмкін. Егер сізде кез келген негізгі медициналық жағдайлар болса, немесе жылы компресстерді қолдану туралы сенімді болмасаңыз, медициналық қызметкермен кеңесу өте маңызды. 5-ші бөлім. Суық компресс терапиясы. Қабыну мен ауырсынуды азайту. Суық компресс терапиясы бұл әсіресе өршу кезінде буын ауруы үшін тағы бір тиімді табиғи құрал. Зақымдалған аймақтарға суықты қолдану қан тамырларын тарылтуға көмектеседі, қан ағымын және қабынуды азайтады. Қан ағымын баяулату арқылы суық терапия аймақты жансыздандыруға көмектеседі, миға берілетін ауырсыну сигналдарын азайтады. Сондаймен қатар, тіндердегі сұйықтықтың жиналуын шектеу арқылы ісінуді азайтуға көмектеседі. Суық компрессті қолдану үшін мұздатылған бұршақ немесе мұз текшелері бар пакетті жұқа сүлгіге орап, зақымдалған буынға 15-20 минутқа қойыңыз. Мұны күніне бірнеше рет, әсіресе дене белсенділігінен кейін, немесе ауырсыну мен қабыну күшейген кезде қайталаңыз. Суық терапия әдетте көпшілік адамдар үшін қауіпсіз, бірақ қан айналымы проблемалары немесе суыққа сезімталдығы бар адамдарда сақтықпен қолданылуы керек. Сондай-ақ, теріге тікелей мұзды жағудан аулақ болу керек. Өйткені ол мұздатылған күйіктерге әкелуі мүмкін. Жылы және суық компресстер буын ауруларын жеңілдету үшін бірегей артықшылықтар ұсынады. Сіздің нақты қажеттіліктеріңіз үшін, қайсысы жақсы жұмыс істейтінін анықтау үшін, екі әдіспен де тәжірибе жасап көріңіз. Кейбір жағдайларда жылы және суық терапияны алмастыру ауырсынуды оңтайлы жеңілдетуді қамтамасыз етеді және қабынуды азайтады.